Бүгінгі тақырыбымыз 10-шы тақырып әйел адамдардың қылмыстылығы және оның алдын алу, ескерту. Мен даусым естіліп тұр ма? Дәл солай. Слайд көрініп тұр ма? Дәл солай. Міне, бүгінгі тақырыбымыз сұрақ қарастырылады. Біріншісі осы әйел адамдардың қылмыстылығының жағдайы, динамикасы және құрылымы. Одан кейін қылмыстылығының себептері, үшіншісі осы ескерту. Диана ғалым қалай? Енді осы тақырыпты өзіңіз қалайсыз? динамикасы, құрылымы дейміз ғой. Сонда сөзіміз дәйекті негізді болу үшін бірінші өткен жылдың статистикалық мәліметтерін қарастырайық. Сонда ерекше бөлімнің тараулары бойынша қанша қылмыс жасалған екен осы әйелдермен. Енді жалпы бірінші алатын болсақ, әйелдердің өткен жылы барлығы 11.177 қылмыстық. Жоқ, мен тыңдап тұрмын. Одан кейін қылмыс жасалынған. Микрофондарыңды өшіріп қойыңдар. Одан кейін қылық, яғни 1400. Дауысыңыз шықпай жатыр, полковник мырза. Шығар, жақсы естілу керек, өзің шығарып нетіп ал, қосып ал. Енді тарауларға бөлетін болсақ, бірінші жеке адамға қарсы қылмыстар. Оның ішінде бізге қажеттісі 99-шы бап бойынша адам өлтіру, өткен жылы 70 адам өлтіру қылмысы тіркелген екен. Одан екінші тарау отбасына және кәмелет толмағанға қарсы болатын болса, 31 қылмыс мұнда тіркеліпті. Одан кейін адамның және азаматтық құқықтарына байланысты 45 қылмыс. Алғашқы тарау бізге қажетті осы жердегі меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Бұл өзі жалпы ер адамдарға болсын, әйел адамдарға болсын, өте жиі жасалатын қылмыстар ғой. Оның ішіндегі барлығы 9162 қылмыс жасалынса, оның ішінде ұсақ түйек ұрлық 793, 188-ші бап ұрлық бойынша 7505 қылмыс жасалынған. Әйел адамдардың көп жиі жасайтын қылмыстардың бірі алаяқтық деп айтамыз ғой. Сол алаяқтықтың 2252-сі тіркелген екен. Тіпті тонаудың өзі бар екен, яғни 182 тонау тіркеліпті. Келесі тараулар 10-шы тарау қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстар. Оның ішінде бұзақылық жалпы 307 болатын болса, 269-ы бұзақылық, сонда 8 қылмыс қана басқа қылмыстың түрі. 11-ші тарау бойынша өткен тақырып жаңағы халықтың денсаулығы мен имандылыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Яғни 203 барлығы. Оның ішінде 296-97-ші баптар бірінші өткенде айтқандай өткізу мақсатымен, өткізу мақсатынсыз. Мақсатынсыз жаңағы 78 қылмыс, өткізу мақсатымен 43 қылмыс. Бұлардың өзі әйел адамдардың ішіндегі көп жиі жасалатын қылмыстардың түрі, осы есірткіге қатысты. Енді 309-шы бап бойынша, яғни притондар ұстау, жеңгетайлық 54 қылмыс. Енді кейін медициналық қылмыстарды өткен болатынбыз сіздермен. Жалпы 15 қылмыс жасалса, оның 14-і өзі медициналық қылмыстар жалпы 7 бап қана бар ғой, соның жаңағы 317-ші бап бірінші қарастырдық. Сонда өзінің қызметін тиісті дәрежеде орындамау, салғырттық, немқұрайлық, соның салдарынан қандай да бір жаңағы жәбірленушілерге зардап келтіру, яғни 14 қылмыс болған. Оның 15-тің біреуі 319-ші бап заңсыз түсік жасау, біреу оның өзі әйел адам істеген. Енді 13-ші тарау экономикалық бұзушылықтар 23 қылмыс. 14-ші мына жерде қызық мәлімет, 14-ші тарау көліктегі қылмыстар жалпы әйелдермен 266 қылмыс жасалса, оның 202-сі жол ережесін бұзу. Жол ережесін бұзған. Яғни қазіргі таңда енді әйел адамдар, қыз балалар жүргізеді ғой. Соған қатысты осы көліктегі қылмыстардың әйелдер жасаған қылмыстарды бар.
346 бап көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған. Біріншісі, екінші алкогольдік деп айтамыз, айтпаймыз көп жағдайда мына алкогольдік мас күйінде көлік жүргізген. Бұл мына жерде жазылмай кетті, 61 қылмыс жасалынған бір жылдың ішінде. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстарды 514, оның ішінде 224-і өзінше билік ету екен. Сот төрелігіне қарсы қылмыстық бұзушылықтар көрінеу жалған сөз жеткізу, яғни біреу қылмыс жасады, тағысын деген 29 қылмыс тіркелгендігі. 18-ші тарау бізге белгілі әскери қылмыста, ол жайында әйел адамдар қылмыс жасамаған деп айтамыз. Жақсы, міне, енді өздеріңіз байқадыңыздар, жаңа статистикалық мәліметтерде әйел адамдардың қылмыстылығының жағдайы, динамикасы, құрылымы дегенге осы статистикалық мәліметтер жауап бере алады. Альмина қалың қалай? Келесі слайдымыз әйелдер қылмыстылығының ерлер қылмыстылығынан айырмашылығы. Енді ең бірінші статистикалық мәліметке жүгінетін болсақ, әдетте 100% көрсеткіштің 90%-ын біз ер адамдар жасайды дейміз. Дегенмен де бұл айтылған ұстаным әлі де қолданылады. Себебі 19-11%-ға дейін жалпы қылмыстардың көрсеткіші әйел адамдарға тиесілі. Яғни біз айтамыз ғой, белгілі бір аумақта, белгілі бір уақыт аралығында жасалған барлық қылмыстардың сандық және сапалық көрсеткіші және оны жасаған адамдар дейміз. Сонда біз белгілі бір аумақта барлық жасалған қылмыстардың ішінен әйел адамдардың қылмыстылығын бөліп алып, сол бойынша қандай да бір мағлұматтар аладымыз. Қылмыстардың көлемі мен сипатына қарай. Көлемі бойынша жаңа айтып өттік қой енді. Бір 10%-ы жалпы қылмыстардың 10%-ы әйелдерге тиесілі. Сипатына қарай бұлардың көбінесе жаңағы статистикалық мәліметтердегі ең көп қылмыстары меншікке қарсы қылмыстар, яғни пайдалы мүлікке қатысты қылмыстар екендігі анықталып отыр. Жасау әдісі мен құралы бойынша. Жасау әдісі әдетте бұлардікі жоспарланған қылмыстар, қылмыстық топтарда негізгі рөл атқармаса да, жаңа көмектесуші, азғырушы қызметтерді атқарады. Құралы бойынша көп жағдайда бұлар айта кетуімізге болады, әйел адамдардың қылмыстылығын зерттеуде көп жағдайда бұл отбасылық тұрмыстық қылмыстарға жатқызады. Себебі адамның өмірі мен денсаулығына қатысты қылмыстарда отбасы мүшелерінің ішінде әйел адамның қылмыс жасауы. Сонда құрал дегенде әдеттегідей қол астындағы құралдар, кухнядағы пышақ, оқтау, сковородка дейміз бе, тағысын тағыны, осылар арқылы қылмыс жасайтындығы. Одан кейінгі қылмыстық қол сұғу құрбанының таңдауымен. Жаңа жоғарыда айтып өттік қой, алаяқтық қылмыстар деп. Сонда бұлар әдетте өздерінің құрбанын таңдап алады. Жаңа мүліктік қылмыстарға қатысты, одан жаңа жылжымайтын мүліктер бар, оның ішінде соның банк саласындағы, несие саласында қолдан құжат жасау, немесе біреулерді алдау, сенімге кіру арқылы құрбандарын таңдап алатындығы. Одан кейін құқыққа қарсы мінез құлқындағы күш қолдану қылмыстарының орны. Күш қолдану қылмыстары әдетте жаңғали микрофонға жүрін. Әдетте біз айтамыз ғой, әйел адамдар олар ер адамдарға қарағанда нәзік деп. Дегенмен де бұлардың да күш қолдану қылмыстарын қолданатындығы мәлім болып отыр. Себебі қоғамдағы агрессияның, әділетсіздіктің, түрлі стресстік жағдайларға әкелуінің салдарынан күш қолдану қылмыстарын да әйел адамдар қолданады. Сұрақтарыңыз бар ма? Слайд бойынша. Мүлдем жоқ. Жақсы, әрі Мүлдем жоқ. Әйелдер қылмыстылығына әсер ететін жағдайлар. Бірінші, отбасылық тұрмыстық. Енді отбасылық тұрмыс дегенде жалпы қоғамдағы әйел адамның рөлін анықтауға тырысайық. Өзі
әйел адамға қатысты, қыз балаға қатысты қазақ ұғымында түсінігінде түрлі қанатты сөздер бар, иә. Әйел адам бір қолымен бесікті тербетеді дейді, бір қолымен әлемді тербетеді дейді. Содан кейін тағы не деп айтады? Қыздың 40 жаны бар дейді. Қыз балаға 40 үйден тыйым дейді. Тағысын тағы үлгі, өнегелі әйел адамға қатысты қанатты сөздер бар. Енді отбасына келетін болсақ, әйел адамның отбасындағы атқаратын рөлі бәрімізге белгілі. Бәрін жаңағы анасы істейтіндігі, бәріне жауап беретін анасы болатындығы. Міне, тұрмыстық қылмыстар не үшін болады? Әрине, отбасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы, одан кейін түрлі әділетсіздіктер, тағысын тағы жағдайлардың барлығы, қызғаныш, көре алмаушылық, тағысын тағы оның сылтауларын келтіре болуы болады. Ең аяғы махаббаттың өзі қылмысқа әкеледі деп бір кезде айтқанбыз, иә, міне. Оның өзі осы отбасылық тұрмыстыққа жатқызуға болады. Енді тұрмыстық қылмыстардағы көбінесе отбасының мүшелерінің арасындағы бір-бірімен қарым-қатынасынан туындайтындығы. Яғни ұдайы ұрып соғу, ұдайы жанжал, келіспеушілік, оның ішінде әлеуметтік тұрмыстық жетіспеушілік, тағыса көптеген сылтауларды айтуымызға болады. Сонда өзі осы криминологияның теориясын зерттегенде, оның ішінде әйел адамдардың қылмыстылығын зерттей келгенде, ресейлік Антонян деген ғалым бар. Осы әйел адамдардың қылмыстылығын зерттеген, сонда ол өзі әйел адамдардың қылмыстылығын отбасылық тұрмыстық деп айтады. Себебі адам өлтіру болсын, денеге жарақат келтіруге болсын, тағысын тағы күш қолдану қылмыстары көбінесе осы отбасы тұрмыстық себептерден болатындығын анықтап берген. Одан кейінгі қоғамдық қатынас жүйесіндегі әйелдердің әлеуметтік рөлі мен қызметі. Әйелдердің әлеуметтік рөлі қоғамдағы. Мынау қазіргі таңдағы еуропалық саясат гендерлік саясат. Яғни әйел адам мен ер адамның теңдігі. Ол бір жақты қызметте болсын, қоғамдық орында болсын, осы әйел адамдардың рөлін көтеру керек дегенді айтады. Енді еуропалық, білмеймін, өзімнің субъективтік пікірім, олардың ойы бойынша бізде Қазақстанда әйел адамдардың теңдігі жоқ. Яғни олар зәбір көреді, ер адамнан төмен тұрады дей келе, бізге өздерінің жаңағы гендерлік саясаттарын менің ойымша тықпалауда. Әйтпесе, біздің қоғамның өзінде, қазақ қоғамында әйел адамға деген, қыз балаға деген құрмет, мәртебе жоқ емес. Міне, олардың ұғынбауы, не болмаса оны түсінгісі, білгісі келмегендігінен деп ойлаймын. Олар өздерінің осы гендерлік саясатын әкеліп енгізуге тырысатындығы. Міне, сондағы әйел адамның қоғамдағы рөліне келетін болсақ, еңбекпен қамтуда әдетте өзі әйел адамның пешенесіне жазылған ғой, отбасындағы барлық тұрмысты алып жүруіне, бала тәрбиесінде тағысын тағы тәулігіне 24 сағат олар жұмыс істесе де ешқандай ақталмайтындығы. Үйде отырған әйел өз алдына ол үлгеріп жатар, ал көп жағдайда қызметте, жұмыста жүрген әйел адамдар осы отбасының тіршілігімен өзінің жұмысын бірге үйлестіре алмайтындығы, соның салдарынан отбасында, тұрмысында түрлі келеңсіздіктер, жайттардың болатындығы да негіз бола алады. Сондықтан не отбасы, не қызметті таңдап алу деген сияқты әйел адамдардың алдында, қыз келіншектердің алдында осындай таңдау болатындығы. Сонда бұл өзі әйел адамның таңдауында, қолында деп айта аламыз. Әйелдердің биологиялық және психологиялық ерекшелігі, бұл енді айтуға тұрарлық. Биологиялық тұрғыдан жынысына байланысты әйел адам, ер адам деп бөлетініміз белгілі ғой, дегенмен де физиологиялық ерекшелігінің ішінде ер адам күшті, қайратты, білекті деп алатын болсақ, әйел адам ол нәзік, гүл сияқты. Бірақ айтамыз, қыздың 40 жаны бар деп. Олар шыдамды, төзімді, берік, тағы салмақты дейміз ба,
бәрін ойлап шешетіндігі, енді қасиеттердің барлығы бар. Психологиялық ерекшеліктеріне келсек, олар нақты мән-жайды түсінбеуі, тез шешім қабылдауы, айналасын ұғынбауы, асыра қызбалық, міне тағысындағы бұндай да қасиеттер бар. Енді бұған мысал келтіруге болады. Маскүнемдік, нашақорлық, жезөкшелік, қайыршылық, қаңғыбастық деген жаңағы қоғамға жат әрекеттер бар. Бұлар өзі тікелей қылмыс болмағанмен қылмыстық жолға бірден бір бастайтын жағдайлар. Сонда ер адам мен әйел адамды маскүнемдік, нашақорлықпен салыстырғанда әйел адамдар ол жолдан қайтуы қиын. Бұлардың былайша айтқанда салынып кететіндігі, оларды қайтару өте қиын. Маскүнемдікке болсын, өзі былайша айтқанда айтамыз ғой, әйел адам бір ер адамды жақсы көріп қалатын болса, оның ештемесіне қарамайды. Тек қана бір жақты өзі көрем деген жақсы жағын ғана көретіндігі, содан кейінгі ертеңгі күні өкініп қалатындығы, тағы өзі ондай мысалдар көп. Сонда махаббатқа беріктігі деп айтамыз, тағы мысалдар келтіруге болады. Сонда психологиялық тұрғыдан олардың қызба, жоғарыда айтып өткен қасиеттер ерекше аңғарылады екен. Сонымен қоса, өзі тәжірибеде бұл бар. Жазасын өтеу мекемесіндегі кейінгі кезде күзетке әйел адамдарды алатындығы. Вышка деп айтамыз ғой. Периметрда 4, бұрышында 4 вышка болатын болса, соларға әйел адамдарды қою тәжірибеде енгізіліп жатыр. Себебі олардың қырағылығы, сақтығы, өз жұмысына жауаптылығы дейміз ба, тағы. Ол жоғары жақта вышкада адам, әйел адам тұратын болса, оның төменгі жерде периметр бойынша түнгі уақытта иттерді жіберіп қоятындығы. Сыбдыр болсын, қандай да бір дыбысқа соны тез еститіні, қалт жібермейтіндігі бар екен. Әйел адамның психологиялық, биологиялық ерекшеліктерін осылай деп айтуымызға болады. Сол сияқты бұларды қылмыстық жолға түссе, оларды қайтару өте қиын. Көп жағдайда бұларды қылмысты қайталап жасайтындығы, оның себептерінің өздері мән бере қоймайтындығы, аморалдық өмір салтына түсіп кеткеннен кейін олардың қайтуының өзі де өте қиын. Сонда әйел адамдардың биологиялық және психологиялық ерекшеліктерін осылай атауымызға болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Мүлдем жоқ. Енді әйел жеке бас типтеріне келетін болса, ниеттің мазмұны мен сипатына қарай күш қолдану, пайда күнемдік, абайсыздық, мәжбүрлі, тәуелді дейді. Енді жеке тұлғаның тұрақты криминогенді себептілік бағыттылығы бойынша кездейсоқ, жағдайлық, тұрақсыз, кәсіпқой деп бөлінеді екен. Енді күш қолдану деп айтатын болсақ, әрине жоғарыда айтып өткенде физиологиялық тұрғыдан ер адамға қарағанда бұлар әлсіз, дегенмен де бұлар өздерінің құрбандарын таңдай отырып күш қолдану қылмыстарын жасайтындығы. Көбінесе бұлар күш қолдану қылмыстары оның ішіндегі өлім келтіру, жаңа туған сәбиді өлтіру мысалға алуымызға болады. Сонда бұл өз алдына өлтіру, өзінің балаларына деген қатыгездік, оларды үйіп, ұрып соғу, аяусыз, оларды жәбірлеу, не болмаса жазалау, оның сылтауы себебінің ар жағында айтпай кеттік қой. Кез келген әйел адамның қылмыстық жолға түсуінің себебіне ар жағында ер адамның тұратындығы. Көлеңкесінде аборт жасату дейді, тұрмыстық қылмыстардың өзінде бәрінде ар жағында ер адамның тұратындығы. Міне сонда күш қолдану ол өзінің күйеуіне риза болғандықтан ашуын балаларынан алатындығы. Пайда күнемдік күш қолдану, яғни бұл көбінесе жасөспірім, кәмелетке толмаған қыз балалардың ортасында болады.
яғни оның мүлкіне, дүниесін бопсалау үшін күш қолданатындығы. Пайда төнімдік ниетте бұлар жаңағы жоғарыда айтып өттік қой, алаяқтық қылмыстарында, мүліктік қылмыстарда міндетті түрде олар қандай да бір мүлікке, қаржыға ие болу үшін олар осы қылмысты ниетінде болатындығы. Енді бір жағынан осы ниетті пайда төнімдік ниетті алатын болса, қандай да бір отбасының анасы болғаннан кейін бұл табиғи, жаңа айттық қой, табиғи жаратылыстан, табиғи инстинкт деп айтамыз. Яғни өзінің жалаңаш отырған баласын қоректендіру үшін, тамақтандыру үшін олар ұрлық қарлыққа баратындығы. Ештемеге қарамай бірінші кезекте олардың баласын тұратындығы. Яғни табиғи инстинкттің негізінде олар қылмысқа барады екен. Абайсыздықта, жаңа жоғарыда айтып өттік қой, жаңа көліктегі қылмыстар дейміз, одан кейін медициналық қылмыстарда көп жағдайда өзінің қызмет бабы бойынша қандай да бір салғырттықтың салдарынан, немқұрайлық салдарынан қылмыс жасайтындығы. Мәжбүрлі тәуелді. Яғни бұл жаңағы жоғарыда айтып өткен отбасы тұрмыстық қылмыстарда ғой. Өкінішке орай біздің қоғамда тек өзінің туғандары ғана емес, отбасының ішінде өгей әке, өгей шеше, өгей бауыр жаңағы болатындықтары, олар бір-біріне деген күш қолдану, зәбір көрсету, ұрып соғу деген әрекеттер көп. Соның салдарынан қылмысқа баратындығы. Жаңағы мәжбүрлі болғанда жаңағы қайыршылық, қылмыстық жолға түсетіні, ұрлық жасайтындығы, не болмаса жаңағы өгей әкесінің сол отбасындағы қызды жезөкшелікпен айналысуға тартатындығы, міне осындай өкінішке орай сорақы әрекеттер бар. Кездейсоқ қылмыс. Әрине бұларды біз білеміз, жаңағы кездейсоқ қылмыс жасау өздерінің ойламаған жерінен, яғни отбасылық, тұрмыстық, жағдайлық жаңағы пайдалану арқылы күзет қызметін, тексерудің болмауының салдарынан, қараусыздықтан, соның салдарынан қылмыс жасайтындығы. Тұрақсыз. Бұлар ұдайы қылмыс жасамайды. Яғни жаңағы жағдайлық негізде, кездейсоқ негізде қылмыс жасайтындар да тұрақсыз. Ұдайы қылмыспен айналыспайды, содан кейін бұлар тұрақсыз болады. Ал кәсіпқой қылмыстар, кәсіпқой қылмыстың біз анықтамасын айтқанбыз, оның біреуі жаңағы қылмыстың бір түрін өзінің күнкөріс ретінде алатындығы. Яғни сол арқылы өзінің материалдық қамтамасыз етуі. Ол жаңағы есірткі сатумен айналысуы мүмкін, не болмаса жаңағы рейдерлік қызмет дейміз ғой, банк саласындағы, тағысындағы, несие кредиттік салада алаяқтықпен айналысу арқылы өзінің негізгі табыс көзі ретінде қалыптастыруын айтамыз. Одан кейін әйелдер қылмыстылығының себептермен байланысты құбылыстар мен процестер. Қоғамдық өндірісте әйелдердің неғұрлым белсенді қатысулары, яғни қазіргі таңда әйел адамдар қоғамда белсенді қызметтерді атқаруды. Әлеуметтік бақылаудың едәуір әлсіреуі бірінші кезекте отбасының. Яғни бұл жерде айтуымызға болады, жаңағы кәмелетке толмаған жеткіншектердің тәрбиесі мен тікелей әйел адамның отбасындағы рөлін қадағалауымыз керек. Бұның әр жағында, жаңа жоғарыда айтып өткендей, міндетті түрде ер адамның тұратындығы. Ер адамның өз алдына қоғамның бақылауы болу керектігі. Былайша айтқанда, қызға 40 үйден тыю. Осылар болатын болса, қадағалау, бақылау болатын болса, тек бір жақты отбасының мүшелері ғана емес, сонымен қоса қоғамның өзі сол қоғамның мәселелерін бақылау, қадағалауға алатын болса, бұл өзінің шешуін табады деп айтуға болады. Қоғамдағы қысымшылықтың өршігеннен адамдардың қобалжуы, олардың арасындағы жанжалдар мен араздықтар. Қарапайым түрде қоғамдағы қысымшылықтар жұмыспен қамтылуы, жұмыс дейміз. Одан кейін қарапайым түрде білім алудағы ақылы білім алу бар. Одан кейінгі пәтер, баспана. Барлығы қоғамдағы араздықты, жанжалды әкелетіндігі белгілі.
одан кейінгі нашақорлық, маскүнемдік, жезөкшелік, оның өзі аморалдық әрекеттер болғандықтан міндетті түрде егерде әйел адам, қыз бала нашақор болатын болса, маскүнем болатын болса, жезөкше болатын болса, қаңғыбас болатын болса, қайыршылықпен айналысатын болса, олардың ертеңгі болашақта қоғамға әкелетін ұрпақтың сапасы қандай болатыны белгілі. Түсінікті ме? Нұрман, қалайсың? Ары қарата кеттік. Әйелдермен жүргізілетін алдын алу шараларының негізгі қағидалары. Нұрман, жазып жатсың ба, тыңдап отырсың ба? Нұрман кетіп барады, қайда кеттің? Дәл солай. Аликжан, әйелдерге адамгершілік және мейірімділік. Егерде Дауысыңыз шықпайды. қоғамда Зәуре, қалыңыз қалай? Иә. Әйелдерге адамгершілік пен мейірімділік болса, олар да ертеңгі күні дұрыс болашақ ұрпақты тәрбиелейді. Олардың қылмыстылық жазалаушы немесе ізгілікке жат қылықтардың жасауға итермелеген себептерді анықтау және түсіну. Енді былайша айтқанда бұл жерде тікелей әйел адамдардың проблемасын шешу, олардың қылмыстық жолға түспеуін қарастыру керек қой. Сонда ол шешіледі. Олардың теріс ортадан шығып, өз өмірінде жолын табуға көмектесу. Түрлі аморалдық шағын топтарда, маскүнемде, нашақорлардың ортасындағы, тағысындағы ортадағы әйел адамдарды оқшаулай отырып, оларды дұрыс жолға салу. Қоғамның. Енді өзіңіз бұны қарайсыздар. Одан кейін мына жерде Рыжий Алмаз, ОПГ. Қазақстандағы Рыжий Алмазды білесіз, жұбайы Айка Бегомот дейді, Айгүл Сәулебаевна. Ол осы ОПГ-ны басқарған. Біз айтамыз ғой, әйелдердің қылмыстылығы тек бір жақты орындаушы, көмектесуші, азғырушы болатын болса, мына жерде қазіргі ұйымдастырушы, басқарушы қызмет атқарған. Бұл қазіргі желісінде бар. Қандай қызмет атқарғандықтары, қандай бақылауға алғандықты жөндегі мәлімет. Одан кейінгі мына жерде семинар сабағының сұрақтары, бұның бәрін жіберемін, қарап аласыздар, мына осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Жалпы сұрақтарыңыз бар ма? Әйел адамдардың қылмыстылығы бойынша. Мүлдем жоқ. Лекцияны Платоносқа жібересіз бе? Платоносқа жіберем. Түйіндеу үшін мына видеоны көрейік. Қазақстан Республикасында Шымкентте әйелдердің жазасын өтеу мекемесі бар. Сондағы бір көрініс. Қарасаңыздар, түрлі санаттағы жас ерекшеліктеріне байланысты әйел адамдардың бар екенini көресіздер қазір. Қазыбек, дауыс естіліп тұр ма? Иә, естіліп от балконымызда. Жақсы, көрініп тұрса болды. Әрқайсысы жеке-жеке отбасының мүшесі, отбасының анасы, әрқайсысы жеке-жеке тағдыр. Көрдіңіздер ме? Міне, осындай көрініс бар жаза өтеу мекемесіндегі. Егер сұрақтарыңыз болмаса, онда осы жерден дәрісімізді аяқтайық. Қанша адам қатысып отыр?